Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Жаңаөзендегі әділетсіз тендер себебінен жұмыссыз қалған мұнайшылар 1 сәуірден бері тұрақты еңбек жағдайын заңға қауіпсіз ережелеріне сай жұмыс талап етудеміз. Қазмұнайгаз басшылары ондай мекеме бізге ұсынылмады. Ол деген осыған дейін өткізілген тендерлердің бәріне қатысқан жеңімпаз болған мекемелер жұмыс көлемін алғаннан кейін еңбек жағдайын ережелерге сай жасақтауға, техника жаңартуға қаражат бөлмей, жұмысшыларға еңбек ақысында лайықты төлемей келген. Көптеген ереуілдер соның көрсеткіші. Осы заңсыздықтарды тоқтату үшін біз еңбек жағдайы толықтай жасақталған еңбек ақысы мұнайшыларға лайықты мекеме цехқа жұмысқа орналастыруға талап етеміз. Өзімұнайгаз, еншілес және мердігер компанияларын бірыңғай тарифтік кәсіптік анықтамасынан сәйкестігін тексеруді Қазмұнайгаз басшылығы уәде берген қорытындысы ашық жариялансын. Сонымен қатар қоса кететін өте маңызды мәселе, Қытайдың визасыз келуіне қарсымыз.